Мына армысыздар көрермендер, арнамызды қолдап, лайк қойып жатқандарыңызға рахмет. Алтын саусақтарыңызды басып, қолдаудан аянбаңыздар. Енді мына бүгінгі айтайын деп отқан әңгімем сонау бір көрші елден келген, яғни өзіміздің қандас бірақ көрші елден келген бір күзетші жайында болмақ. Жас бала, жасы 20-ға келген, аты Амалбай. Амалбай деп атын қойған екен, сол туылған кезінде. Сол Амалбай 20 жасқа толған кезінде мына Алматы төңірегінде бір тауық соятын жерде күзетші болып жұмыс істейтін болады. Тауық соятын жерде енді әйелдер бар, ерлер бар, білесіздер, завод сияқты бір мындай еттер шығаратын жер. Сол тауықты әкеледі, сол жерде сойып, етін шығарып, сол жерде біраз әйел, ер адамдар біраз жұмыс жасайтын жерде күзетші болып жұмыс істейді. Амалбай енді будкеде жататын болады, қасында жаңағы жұмыс істейтіннің қасында бір барак болады. Барактың бір жағында ерлер тұрады, бір жағында әйелдер тұрады. Бәрі сол көрші елден келген, неше түрлі ұлттар дегендей, көрші елден келген жұмысшылар құжаттарды жаңағыдай саз емес деген сияқты. Енді жаңағыдай күн сменмен жұмыс істейді, екі сменмен жұмыс істейді, ананы істейді, мынаны істейді деген сияқты. Әйелдер бір бөлек, ерлер бір бөлек деген сияқты сол жерде жұмыс істейтін болады. Бір күні Амалбай, жаңағы Амалбай деп айтамыз ба әйтеуір, Амалбек дейміз ба әйтеуір. Сөйтіп жаңағы жас бала, енді жас. Амалбек сол сөйтіп неге шығады? Обходқа шығады, смена болады ночта. Обходқа шықса, енді әйелдердің, ерлердің барактардың қасында айналып өтеді. Түнгі 2-нің кезі терезенің қасын былай өтіп, былай жүреді. Жұмысы ғой енді Амалбектің жаңағыдай. Жас жігіт, ондай қатты көп нәрсені көрмеген өмірде. Ауылда мектепті бітіре сала, ауылда бір кішкене училище оқып, ауылдан осы Алматы төңірегіне келген жайы бар. Сөйтіп жаңағы жұмыс істеп жүріп, бір күні ыңырсыған дауыстарды естиді. Әйел адамдардың бутигінің қасынан өте берген кезде. Себебі ішінде бөлмелерден тұратын, әр бөлмеде 4-5 әйел, ал ерлер жағында да солай әр бөлмеде 4-5 ер адам жататын болған. Сөйтсе Амалбай түсінбейді, не болып жатыр, біреуді қинап жатыр ма деп. Сөйтіп әйелдің бір ыңырсыған дауысы шығады. Амалбек жаңа түсінбей, не болып кетті бұл деп. Барып терезеден үңіліп қарайын десе, терезеден көрінбейді. Енді жұмысы ғой бұны, қарап жүру керек, не қылу керек. Сөйтіп жаңағы ішке кіреді күзетші болып. Себебі бұл қауіпсіздікті не қылу керек, қарап отыру керек. Коридорға кіріп, есіктердің қасына келіп, құлақтарын тыңдап бастайды, бәрі тыныш ұйықтап жатыр. Жаңа бір ыңырсыған бөлменің есігінен бір шығып тұрған, тағы да кішкене естіліп қалады. Ол Амалбек жаңа аяғын байқап басып, дыбыс шығармай тырысып жаңағыдай дауыс арқылы іздеп жатыр есікті. Себебі қараңғы дала. Іші тем более қараңғы. Сөйтіп ары жүреді, бері жүреді. Сөйтіп барып жаңағы есіктің несінен кішкене бір саңлау болып тұрады. Кішкене есік жабылмай қалған, содан естіліп қалған екен. Негізі терезеден естілген болатын. Сөйтіп жаңағы шамалап терезе жақты мен есік жақты айналып келіп қарағанда жаңағы бір жігіттің жаңағы бір бөлмеге кіріп 4-5 әйелдің ортасына кіріп кеткен бір жігітті көріп қалады. Сөйтсе ішінде біреуі қосылып жатыр екен жаңағыдай. Үшеуі ұйықтап жатқандай тып-тыныш басқа қарап жатыр. Ана үшеу бір әйел мен бір жігіт қосылып жатыр. Сөйтіп фонарик үстіне түсіп қалады Амалбек. Жігіт шошып, жалынып, аға, көке, кешір, енді бұлай болмайды, анау мынау, ана елді жалаңаш шығып ол да жатыр. Бір дау көтеріледі ана жерде, сол бөлменің ішінде. Қасындағы ана 3 әйел де өтірік ұйықтап жатқандай қайттан тұрып, олар да өтіріктен теріс қарап жатып, қайттан түргеліп көзін ашып қайттан ұйықтап қалған болады. Сосын ана жігітті алып шығады сыртқа қарай жүр деп. Не жүріс, анау мынау жасы 25-ге келіп қалған жігіт екен. Сосын әйел жайы сұрайды, әйел не істеп жүрді, не істеп жүрсің, кім бұл саған деп. Ай, осындай жұмыста бірге істейтін әйел еді. Жасы 40-қа жақындап қалған, күйеуі жоқ, ажырасып кеткен дейді. Өтірік па шын ба кім білсін, оны айтуы жаңа жігіттің айтуы бойынша сондай. Амалбек енді аң-таң болып, бұнысы несі, бұлар несі, бұндай да бәле бола ма екен деп ашуланып, не істерін білмей, бастыққа айтсам ба екен, жұмыстан қудыртсам ба екен, ауылына қайтарсам ба екен деп ана бала жалынып, ойбай аға, көке, темекіңді, ішімдігіңді қойып берейін, айлық алсам үйтем бүйтем, телефон қойып берейін деп Амалбекті жалынып, құшақтап, ойбай аға, көке, тек елге жаймашы, мені жұмыстан құртып жүреді, ауылда әйел бала шағам бар еді, соларды бағуға келіп едім деп жалынып кетеді. Енді Амалбек не істерін білмейді, ауылдағы әйел бала шағасын ойлап қояды жаңағы жігіттің. Бұны қайтарсам, бұл жұмыссыз қалса, кейіннен не үшін жұмыстан шығып біліп қалып, жаңағы жігітті ажырасып кетсе, обалына қаламау деп балдарының деп Амалбек үн-түнсіз қалып, енді адамгершілік бар жігіт, енді Амалбек кішкене болсын, жас бала болса да. Сөйтіп не істерін білмей, жарайды, мен ешнәрсе демеймін деп ана баланы қойып жібереді. Сөйтіп үйіне қарай кетеді. Ана әйелді жұмыста көреді. Жаңағы Амалбек деген жігіт жаңағы кісінің баланы да жұмыста көреді. Тым жақсы тағы жұмыс істеп жатыр сөйтіп жұмыстың күнінде жаңағы Амалбек тағы да обход жасап жүреді. Енді күзетші ғой сменде. Үйлердің айналасын айналады, жаңағы барактың айналасын. Әйелдер жататын жерге, ерлер жататын жерде жатып жұмыс істейді екен сол жерде. Сөйтсе бұл жерде дым жоқ, ешқандай дыбыс жоқ. Бәрі ұйықтауда. Қарапайым, ешқандай әңгіме соғатыр, әңгіме соғып, бәрі дұрыс. Сөйтіп жаңа қоқыс төгетін жаққа бара жатқан кезде шөптердің арасынан тағы дауыс естіп қалады. Әлгі әйелдің даусындай. Амалбек тағы барады, жайлап аңдиды, фонарикті жақпайды.
жақындап жаңағы айдың жарығына, түннің кезінде бір жарық болады ғой, айдың жарығы сияқты, сондай жарықта бір көрініп шөптің арасында жылтырап жатқан ана жігіт үстіне мініп алған ана әйелдің енді білгендерін жасап жатыр. Енді Амалбек қарап тұрады, не істерін білмейді, көрмей кетіп қалсам ба екен, араласпай ақ қояйын деп, не істерін білмейді енді. Сөйтіп үндемей көрмей кетіп қалғандай болып жұмысына қарай, постына қарай кетіп қалады. Араласпай ақ қояйын, шатағым жоқ, шарбам болмасын, көрмеген сияқты болып кетейін деп жұмысына барып ойланып отырады. Сөйтіп сменді тапсырады, демалыс болады, тағы бір сменға келген кезде жаңағы әлгі жігітті көріп қалады, 25 жастағы. Сөйтіп ол жігітке айтып, қалай, бәрі нормально ма, жақсы ма десе, болды аға, көке, ой, біз енді өйтпейміз, бүйтпей қойдық, онда жақсы жолға түстім, енді ондай нәрсе істемеймін. Қашаннан бері? Ой, содан бері, сол кезде сені ұстағаннан кейін қойып кеттім, болды. Енді мен тіпті ішпеймін де, шекпеймін де, тек тапқан таяғымды жаңағы ауылыма жіберемін деп, өзінше бір жақсы болдым деп айтып қояды. Сөйтсе бұл Амалбекті алдап жатқаны көрініп-ақ тұр. Сосын кеше түнде не болды, қайда болдың деген кезде, кеше түнде ұйықтап жаттым, ой, тек енді қазір жұмыс пен ұйқы, ондай нәрселермен айналыспаймын, басым қатырмаймын, бала-шаға деп жүрмін, құрсын ондай бәлеге жоламау керек екен, бәлесі жұғады, қарғысы жұғады, анаусы жұғады, мынаусы жұғады, бала-шағадан обал деп сөйтіп жүреді. Сөйтіп айтады, сөйтіп Амалбек дейді, кеше түнде біреулердің дауысын естідім, қоқыс төгетін жаққа баратын шөптердің ар жағында шөптердің бір дауысын естідім, кімдер болды екен дегенде, ана жігіт Амалбектің көріп қойғанын сөйтіп сезіп қояды. Сосын қалтырап дірілдеп не айтарын білмей Амалбектің алдында енді сөз беріп едім жігітше деп. Сосын Амалбек айтады оған, енді сондай тірлік істейтін болсаң, енді мен сені ренжіме, бұл жұмыста ондай заттар жасауға болмайды, бастықтар білсе жағдайың қиын болады, ары қарай жанұяңа қиын болады деп Амалбек ананың ұстап ақылын айтып, жұмыста істеуге бұндайдан аулақ болу керек, қауіпті, өзің білесің, неше түрлі құжатың да жоқ, былай айтқанда деп, өзіңе басыңа бәле тілеп, жанұяң, бала-шағаңды ойла деп, маған енді бәрібір енді айтып беремін деп ескертіп қояды. Сөйтіп әлгіндегі жігіт содан кейін шын ойланып, жұмысын істеп, ешқандай әйелдерге қарамай, тек ауылына, әйеліне қайтып, бала-шағасына кетіп, сөйтіп өмір сүріп жайына, яғни солай өмір сүріп жатқан жайы бар. Енді мына айтатын нәрсеміз, алыста жүрсе де, жанұядан, әйелден, бала-шағадан алыс жүрген кезде де ондай көз салып, жаманшылыққа барудың қажеті жоқ. Осының бәрі бір ескерту болсын, жақсылыққа әкелмейді, оның арты үлкен дауға айналып, ажырасып, бала-шағалардың обалына қалмаңыздар. Енді мына не айтамыз, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бізді қолдап жатқандарыңызға рахмет. Сіздермен Атабек ағаларыңыз, сау болыңыздар.